Давай мен саған керемет лайфхак берейін. Ол сенің медициналық біліміңді аспанға қарай ұшырып жібергенін өзің байқамай да қаласың. Смотри, күлетін әңгіме емес. Сен үйіңе келдің, сенің анаң қансырап жатыр. Немесе ініңе аузынан көбігі ағып, ұстама беріп жатыр, эпилепсия болып жатыр. Сол кезде сенің білімің былай фук етіп миыңнан өшіп қалуы мүмкін. Мен оны өзім өмірімде кездестім. Үйге келсем, әкемнің тізесінен қан кетіп жатыр. Қолынан бірдеңе құлатып алған, шыныны қансыраған, өзінің қан тоқтатқысы келген. Сол кезде мен қансырау деген не, анау мынау деген тақырыптарды оқығаным барлығы бірден есімнен шығып кетті. Одан кейін практикада көп жүрдік, науқастарды көрдік. Мен бір түсінгенім, бізде алгоритмдік білім болу керек. Ең бірінші амандастың, науқастың, тыныштандырдың, қолды жудың, отырғыздың, оң жағына шықтың деген сияқты алгоритмдермен өтеміз ғой. Любой ауруды экстренный аурулар. Солар сен алгоритммен четко түсініп алсаң, жаттап алсаң, ана жерде уже маңызы жоқ, тағы қуаныш тоқта дейсің да, давай қолды жуайық, амансайық, перчатканы киік деп өзінен өзі кетеді. Мен оны практикада істеп көрдім. Және де ең күшті лайфхак міне мынау. Түнде ұйықтап жатасың ғой, енді мынау кайфовать етіп ұйықтайын деп жатқан кезде, так, қуаныш, давай қайталаймыз дейсің да. Так, науқастың бардым, амандастым, қолды жудым, жгутты дайындадым, так, тоқтаттым деген сияқты ішіңде ұйықтайын деп жатқан кезде, ішіңде миыңда айналдыратын болсаң, сол сен өмір бойы есіңде қалады. Бірақ ми қарсыласады. Оны сен істеп көрсең болады. Бұл кеңестен кейін медициналық білімің аспанға ұшады.